енді әрбір айдың әрбір кезеңнің өзінің ауруы бар. Мысалы қысқа келетін болса, респираторлы жедел вирусты инфекциялар болса, мынау көктем, жаз уақытында әрине ол жедел шек аурулары болады көбінесе. Неге десеңіз, бұл жеміс жидектің уақыты, күннің жылуымен қатар көбінесе адамдар табиғатта тамақ ішіп, әрбір дегесін көшеде тұрған қандай тағам болса, соны сатып алып жеп, сол жеделшек ауруына кездесуі мүмкін. Сондықтан жаз уақыты ол жұқпалы шек ауруларының уақыты. Көбінесе осы шек ауруы шетелге шықсын, өз елімізде болсын, әрбір жерде таралған қауіпті инфекцияларға жатады. Былай айтқанда диарея деп айтады. Ол бүкіл мынау балалардың өліміне 4-ші орында тұр екен. Бүкіл аурулардың ішінде балалардың өліміне, кішкентай балалардың өліміне әкелетін аурулардың қауіпті ауруының біреуі ол жедел шек ауруы. Егерде адам баласының көзі шүңірейіп кетіп, тамақ су ішсе қайра құсып, сосын мынаның баланың есі өзгеру, ұйқышыл болу, мазасыз болу деген осындай көріністер бар. Негізгі жедел шек ауруын шақыртатын микроорганизмдардың бірнеше түрлері. Оның ішінде вирустар да бар, оның ішінде бактериялар да бар. Кішкентай балаларда көбінесе вирусты инфекция болатын болса, үлкен адамдарда ол деген бактерия, оны сальмонелла дейміз, стафилококк дейміз, жаңағы дизентерия деген ауруды шақыратын шигелла дейтін бактериялар бар. Олар қауіпті инфекциялар. Сондықтан вирусты кездесуге мүмкін, бактерияда мүмкін кездесуге. Сондықтан баланың іші өтіп, жаңағында айтқан көрсеткіштер болса, міндетті түрде дәрігерге болу керек. Неге десеңіз, ол баланың сусыздануын көрсетіп тұр. Сусыздану деген ол өте қауіпті нәрсе.